Неліктен тәуелді адамға да, оның жақындарына да оңалту туралы шешім қабылдау соншалықты қиын? Бүгін біз ең күрделі сәттердің бірі туралы сөйлесеміз. Неге тәуелді адам проблеманы түсіне тұра емделу туралы шешім қабылдамайды? Сырт көзге бұл түсініксіз көрінеді. Адам денсаулығынан, отбасының сенімінен, ақшасынан, жұмысын жоғалтты, бірақ бәрібір жалғастыра береді. Осындайда ол бәрін көріп отыр ғой, неге жай ғана тоқтай салмайды деген ой туындайды. Бірақ маңыздысы, тәуелділік тек мінез құлыққа ғана емес, ойлау жүйесіне де әсер ететін ауру екенін түсіну. Бірінші себеп теріске шығару. Көбінесе адам өзін тәуелдімін деп шын мәнінде есептемейді. Ол мен күнде қолданбаймын, қаласам тоқтай саламын, менде бәрі онша жаман емес деген сияқты өзін алдау ойлар болады. Адамға өз жағдайын объективті бағалау шын мәнінде қиын. Екінші себеп қорқыныш. Бірақ бұл көбіне емделуден емес, тәуелділіксіз өмірден қорқу. Адамның ішінде мен бұдан кейін қалай өмір сүремін деген сұрақ пайда болады. Өйткені ойын, наркотик, алкоголь қолдану ол үшін стресспен, уайыммен, ауырсынумен күресудің үйреншікті тәсілі. Ал одан бас тарту өз эмоцияларымен бетпе-бет қалу деген сөз. Үшінші себеп ұят сезімі. Көптеген тәуелді адамдар жақындарына қаншалықты ауыртпалық әкелгенін түсінеді, бірақ оны мойындау өте қиын. Сондықтан бұл сезіммен бетпе-бет келгеннен гөрі жоққа шығару, ашулану, немесе бәрін бақылауда деп айту жеңілірек болады. Бірақ маңыздысы тек тәуелді адамға ғана емес, оның жақындарына да оңай емес. Туыстар көбінесе ем туралы сөйлесуден қорқады. Олар ренжітіп аламын ба деп қорқады, адам кетіп қалама деп, сөйлеспей қояма деп, агрессивный болама деп, осы нәрселерді уайымдайды. Сондықтан көбіне шыдап, бәрі өзгеретін шығар, өзі түсіретін шығар деп ойлайды. Бұл қысым көрсету емес, бұл жауапкершілік пен қамқорлық. Мұнда ең маңыздысы ойды айту керек. Көп жағдайда тәуелді адам емделу туралы шешімді өзі қабылдай алмайды. Ауру оған мүмкіндік бермейді. Дәл сол жақындары бұл шешімді қабылдап, оған сауығуға мүмкіндік бере алатын адамдар. Я бұл оңай емес, я бұл қорқынышты, күмән мен ішкі қарсылық тудырады. Бірақ кейде дәл сіздің қадамыңыз, сіздің ұстанымыңыз және әрекет етуге дайын болуыңыз оның жаңа өмірінің бастауына себеп болады. Ал ем аяқталғаннан кейін көп жағдайда тәуелді адам жақындарына тек алғысын айтады.